Мысалы, Әліби Жангелдинді біз адақтап қатты құрметтейміз. Ол қызыл керуеннің басы деп. Сол Әліби Жангелдин 64 жастағы Байтұрсынұлын 71 жастағы шал болған Әлихан Бөкейханның өліміне тікелей себепкер болды ғой. Неге соны айтпаймыз мысалы? Шыңғысов деген болды. Тұңғашин дегендер болды. Олардың әлі ұрпақтары бар. Шәкәрімді 73 жасында атып тастаған Абзал Қарасартов деген кісі болған. Ұрпақтар әлі бар. Ұлттық қауіпсіздік комитетінде түрлі жерлерде қызмет етіп отыр. Жоқ, неге біз олар көрсетпейміз мысалға? Мен әлі түсіне алмайтын. Досып деген болған. Біздің қайраткерлердің бәрінің төбесіне арыз жазып донос жіберген. Михаил Фольбаум деген генерал болған, осы Жетісу әскери облыстық. Сол генералдың тапсырмасымен Барлыбек ату жазасына кесілген. Ең алғашқы құрбан Барлыбек. Ал Барлыбектің өліміне тікелей себепкер болған Жайық деген өзінің қатарлас жүрген азаматы, осы Матай елінің руласы Барлыбектің жақын айтқанда. Бірақ ол полиция жандармының агентурасы болған тыңшы ретінде. Оның Қара деген псевдонимі болған Мұхамеджан Қаратаев Ильяс Жансүгіровтің төбесіне арыз жазды. Ильясты соттатты.